Бұл студент. Ана жерде не тұр? Толик деп тұр. Дұрыс па? Толик ол мужской род па, женский род па? Мужской род. А женский род болу үшін немен аяқталу керек еді? Намарбута. Дұрыс па? Сосын алиф мамдуда. И тағы немен аяқталу керек? Алиф мақсурамен аяқталу керек. Алиф тегінің белгілері алиф тамарбута, алиф мамдуда және алиф мақсура. Ал енді толик деп толик аяқталып тұр, б әрпімен аяқталып тұр, яғни алиф тегінің ешқандай белгісі көрініп тұрған жоқ. Дұрыс қой? Значит, ол не екен? Мужской род. Ертегі. Енді ертегі болатын болса, оған не қолданамыз? Хәзәні қолданамыз. Хәзә. Бұл. Хәзә. Бұл студент деп айтамыз енді. Хәзә. Толик. Дұрыс па? Толик. Әйтеуір бір студент. Ал енді бұл екі студент деп айтатын болсақ қалай айтамыз? Екі студент. Бұл екеу деген не мағынаны береді? Әне. Сонымен хәзәни. Қалай сөз? Хәзәни. Хәзәни деп қосамыз. Екі түр белгісі. Хәзәни. Енді мына жерде толик деді ғой. Толик. Осы толикке енді тағы да алифті қосамыз. Мына б мен аяқталып тұр. Б мен аяқталып тұрған соң осы б әрпіне жалғаймыз алифті қыздар. Сонымен толибәни болады. Хәзәни толибәни. Қайталаймыз. Хәзәни толибәни. Бұл екі студент, мынау бір студент, мынау екі студент, ал енді мынау үштен ары қарай нені қолданамыз? Бұлар дегенге қайтамыз? Ха-у-ләи. Ха-у-ләи. Ха-у-ләи енді нені қараңыздар? Сөздікке қарасаңыздар, сөздікте алдында берді ғой сіздерге жаттауға сөздік. Толик деп тұр, жанында не деп тұр? Тулләб деп тұр. Қайталаймыз. Тулләб. Яғни бұл жақшаның ішіндегілері көпше тұр. Сонымен ха-уләи, бұлар студенттер десек. Тулләб. Ха-уләи, тулләб. Қайталаймыз. Ха-уләи тулләб. Дұрыс па? Қайталаймыз. Бір студент. Хәзә толиб. Хәзә толиб. Хәзәни толибәни. Хәзәни толибәни. Ха-уләи тулләб. Ха-уләи тулләб. Енді ауызша алайық. Мұғалим дегенді. Мұғалим. Бұл мұғалім біз қалай айтамыз? Хәзә мұғалим. Бұл екі мұғалім. Хәзәни мұғалим. Мәни. Мұға әрімді жалғаймыз. Хәзәни мұғалимәни. Ал енді бұлар мұғалімдер? Ха-уләи. Неге сөздікке қараңыздар, мұғалим оның қасында не деп тұр? Жақшаның ішінде уау инун деп тұр. Яғни мұға уау инун қосамыз. Ха-уләи мұғалимун болады. Мына жерге толикке әрімді қосқан сияқты, жаңа осы мұғалим дегенге, егер жақшаның ішінде осылай уау инун деп тұрса, көпше түрде осыны қосамыз, яғни мұғалимун болады. Түсінікті? Кейін жазып аласыздар, мен бәрін енді әйел тегін түсіндіріп тастайын, сосын толықтай жазып аласыздар. Енді әйел тегінде бұл студент, ал студент К дейтін болсақ, не жалғаймыз? Бәріне тамарбутан жалғаймыз. Сонымен, так, мына жерге жазайын ба? Бұл студент қыз деп алатын болсақ, қалай болады? Хазихи. Хазихи болады. Дұрыс па? Хазихи енді толиба. Хазихи толиба. Енді екілік түрде қалай болады? Бұл екеуі дейтініміз. Ал? Хатани. Негізі суламау керек екен. Хатани. Қараңыздар. Хатани. Бұл екі студент деп қалай айтамыз енді? Толи. Б-ға енау тамарбута трой. Осы тамарбутаға жалғайтын болса, кәдімгі т әрпіне айналады. Ал егер сөздің соңында а деп дұрысталады. Толи бәх деп. Ал егер біз оған енді әмеді жалғайын деп тұрмыз, сондықтан бұл кәдімгі т-ға айналатағына тәлі болады. Толи бәтәни. Ха-тәни, толи бәтәни. Ха-уләй мужской, ертегінде де ха-уләй, әйелтегінде де сол ха-уләй. Қалады. Ха-у-ләй. Енді студент қыздар дейтін болса, айтамыз енді? Мына жерде өзіміз тамарбутаны жалғағандай, мына жерде толи бәт. Яғни осы тамарбутамыз неге айналып кетеді? Екі түрде артық айналады. Сонымен ха-уләй толибәт.
түсінікті? Түсінген. Жазбаңыздар. Сосын өздеріңіз. Давайте. Қазір бір экранды көрсетіп жүресіз бе? Все.